Армысыздар, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының қарулы күштері және әскери қауіпсіздіктің кепілі. Егемендік белесі 1991 жыл желтоқсан айында Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Бұл тарихи оқиға еліміздің жаңа кезеңге аяқ басуының бастауы болды. Қазақстан тәуелсіздігін қорғау үшін қарулы күштер құрылды. Еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қарулы күштердің қатарына мыңдаған патриоттар қосылды. Қарулы күштердің еліміздің тарихында алатын рөлі, ол ең бірінші қорғау. Қазақстанның қарулы күштері еліміздің аумақтық тұтастығын, мемлекеттік шекарасын және халықтың қауіпсіздігін қорғаудағы негізгі кепілі. Екінші, ол әскери ынтымақтастық. Қарулы күштеріміз әлемнің көптеген елдерімен әскери ынтымақтастыққа жұмыс істейді. Олардың тәжірибесін алмасады, бірлескен жаттығуларға қатысады. Үшінші, халыққа қызмет ету. Қарулы күштердің қызметкерлері апаттар, табиғи